Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қатпарлы қамырдағы тауықты әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен тауықтың аяқтарын жақсылап жуып, құрғатып, дәміне қарай тұз, бұрыш, чеснок, сонымен қатар паприка, зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамыз. Тоңазғышқа кемінде жарты сағатқа жібереміз. Тауықтарды қызып тұрған майға шамамен 15-20 минут пісіреміз. Барлық тауықтарды пісіріп болған соң қайтара табамызға салып, тағы да 15-20 минут бұқтырамыз. Тауығымыз әбден пісуі қажет. Енді қатпарлы қамырға кірісеміз. Қатпарлы қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. 4 бұрыштап етіп жайған соң полоска етіп кесеміз. Тауықтарымыз әбден суыған соң, видеода көрсетілгендей етіп, осылай шетін фольганың көмегімен жақсылап орап қоямыз. Фольгамен оралмаған жағдайда, ол духовкамызда одан әрі күйіп кетуі мүмкін. Енді алдын ала кесіліп дайындалған қамырымызды осылай тауықтың етіне ораймыз. Барлығы дайын болған соң, жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Осымен біздің қатпарлы қамырымыздағы тауығымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепті қолданып дайындауға кеңес беремін. Келесі кездескенше.